Өткен сабақта айтқандай, арман барлық адамда болады дедік, иә? Сол арман не үшін керек адамға? Және арманға жету үшін не істеу керек адам? Қандай әрекеттер, қандай қадамдар жасауы керек? Сол жайлы айтамыз. Арман шынайы қалаудан туу керек, және де нақты керек болу қажет, және де адал ниет өзіңіздікі болу керек. Кішкентай, үлкен бәрібір. Қандай арман болмасын, ол сіздің шын ниетпен, жаныңыз қалап, өзіңіздің қызығушылығыңызбен оянған нақты арман болу керек. Өзіңіздің арманыңыз болу керек. Психологиялық дайындық. Еш қиындықсыз, ешкімге зиянсыз, басқамен жарысу салыстырусыз, пайда көздемей, жүрек қалауымен, Алла разылығы үшін ләззат алып, қуанышын сезініп, жақсы көңіл күймен қалау. Жалқаулық еріншексіз. Өзіңе адал болу, өзіңді аса қинамай, арасында демалып, бірақ қадам-қадам болсын жылжып отырып, тоқтап қалмай, арманыңызға адал болу керек екен. Және арманыңыз анықталды, енді ол арманға жету үшін біз не істейміз, қандай әрекеттерге барамыз, сол жайында айтатын боламын. Енді мақсат қоя білуіміз керек. Арманға жету үшін мақсат қоя білу өте маңызды. Мақсатыңыз қандай, қанша уақытқа жеткіңіз келеді? Мысалы, үлкен мақсаттар болады, үй алу, машина алу деген сияқты. Оны біз ақша жинауымыз мүмкін, иә? 1 жыл, 2 жыл деген сияқты жоспар құрамыз ол үшін. Ұзақ, қысқа мерзімді ме, жақын күнде 1 айда, 2 айда жетуім керек, 1 жетіде жетуім керек деген сияқты. Кішкентай, күнделікті, мысалы бүгін осы 2-3 күннің ішінде осыны орындап тастауым керек деген сияқты кішкентай күнделікті мақсаттар болуы мүмкін. Бір арманға 7 түрлі мақсат қойып, ойланып көріңіз. Мақсатты қалай дұрыс қоямыз? Жоспар құру арқылы. Жоспар құру деген ол күнделікті біздің әрекетіміз. Әрекетіміз тамшы тама көлге айналады демекші. Біздің күнделікті әрекетіміз дұрыс болса және нақты болса, ол жауапкершілік, өзімізге жауапкершілікті алып, күнделікті әрекетімізді тоқтатпай, нақты жасап отырсақ, міндетті түрде біз мақсатымызға да, арманымызға да жетеміз. Жоспар, мақсат, арман үшеуі бірге жүреді. Ешқашан олар бөлінбейді. Арманға жету өз қолымызда, өз әрекетімізде, өз жауапкершілігімізде. Кішкентай мақсаттарымызға жету арқылы біз арманымызға жетеміз. Сізге тапсырма, мақсатыңызды тізіп жазып, нақты шынайы екеніне көз жеткізіңіз. Оны енді қалай жүзеге асыру керек? Ойланыңыз. Осы мені айтқандарым бойынша ұзақ мерзімді ме, қысқа мерзімді ме анықтап қараңыз. Сәттілік тіледім. Сау болыңыз.